Bismillahirrahmanirrahim. Жылқының зекеті. Имам Азам Абу Ханифа рахимахуллаху тааланың пікірі бойынша жылдың көбін өніп өсулері үшін қырда өткізетін, яғни сайма үкіміндегі еркек ұрғашысы аралас жылқылардан зекет беріледі. Қаласа әр жылқыға 1 динардан, яғни шамамен 3,5 грамм алтын болады 1 динар. Қаласа әр жылқыға 1 динардан зекет ретінде береді. Болмаса жаңағыдай әр жылқының құнын есептеп, оның шыққан құнынан 2%, яғни 1/40 зекет ретінде береді. Сонда кітаптарда есептегені бойынша әр 200 дирхамнан 5 дирхам беріледі деп айтылған кітаптарда. Еркек ұрғашысы аралас дедік, өйткені тек қана еркек жылқылардан зекет ретінде ештеңе алынбайды. Ал енді имам Азамның қос шәкірті имам Абу Юсуф пен имам Мухаммед рахимахумуллах жылқының зекеті жоқ деп есептеген. Бұған қатысты олардың дәлелдері де бар. Кейбір кітаптарда осыған байланысты пәтуа осы имам Абу Юсуф пен имам Мухаммедтің тұжырымы негізінде беріледі делінеді. Бірақ көп кітаптарда имам Азамның бұл пікірін алынғанын көреміз. Және сайма дедік, үйде өзінің жем-шөбімен өскен жылқылар болса, ол үшін зекет берілмейді. Және саудалау үшін бағылған жылқылардан да зекет берілмейді. Сауда тауары ретінде есептелінеді олар. Зекеті есептеген кезде сауда тауарына қосып есептелінеді. Кітабымызға өңілелік. وفي كل فرس من الإناث أو المختلطة сайма үкіміндегі кілең ұрғашы жылқылардың әрбір үшін немесе әуіл мұхталиталти немесе еркек ұрғашысы аралас сайма үкіміндегі жылқылардың әрбіріне динарун 1 динар ақшадан зекет беріледі. 1 динар жаңа айтып өткеніміздей шамамен 2-3 грамм алтын болып саналады. Ау рубу'у ашри қиматиха нисабан немесе жылқының құнын шығарып, сауда тауар іспетті құнын есептеп, шыққан мөлшерінен 1/40 беріп отырады. Нисабан, егер құны нисап мөлшеріне жеткен болса. Жалпы жылқының өзін алып қарағанда нисап мөлшері жоқ. Яғни қойда әр 40 қойда 1 қой беру керек дейтіндей нисап мөлшері болса, ал жылқының ондай нисап мөлшері жоқ. Бірақ құнын шаққан кезде оның нисап мөлшері бар екен. Құнының нисап мөлшері 200 күміс дирхамға тең келу керек. Мына жердегі нисабан дегендегі мақсаты сол. Яғни нисап мөлшеріне жеткен құнының 1/40 беріледі деген сөз. Сонда 1/40 дегеніміз 2,5% болады шамамен. Басқа кітаптарда әрбір жылқының құны шығарылып, сосын шыққан құнынан әрбір 200 дирхам үшін 5 дирхам күміс ақша беріліп отырады деген. Сонда 1 дирхам шамамен 3,5-4 грамм күміс деп алсақ, 200 дирхамымыз 700-800 грамм күміс болады деген сөз. Қазіргі 2017 жылғы есеппен есептеген кезде 1 грамм күміс 181 теңге екен. Хәзамирі фарасқа кетіп жатыр. Жаңағыда айтып өттік, жылқыға зекет беріледі деген тұжырым имам Азамға тиесілі, рахматуллахи алейх. Ал енді оның 2 шәкірті берілмейді деп пайымдаған. Жылқыға байланысты айтылған риуаяттар бар. Соның бірінде сайма болып табылатын жылқының әрбіріне 1 динар алтын ақша беріледі. Ал байлаулы жылқы үшін ештеме керек жоқ деген риуаят бар. Бұл риуаят Байхақиде келтіріледі. Осындайға қарап және де басқа аяттардан да шығара отырып, имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейх жылқы үшін де зекет беріледі деген. Дегенмен қандай жылқылар? Сайма үкіміндегі. Және ұрғашы немесе еркек ұрғашысы аралас жылқылар. Ары қарай оқимыз. Осы жерге дейін жылқы жайында қысқаша осы сөйлемді аяқтап, ары қарай
жалпылама қой, ешкі, сиыр, түйе малының зекетіне байланысты ортақ үкімдерді ولا يجب إلا في السائمة малдың зекеті тек сайма үкімдегілерден ғана алынуы вәжіп. Сайма дегеніміз не? Ары қарай сайма дегенімізден соны түсіндіреді. Ай ал-муктафияту бир-ра'i жайылыммен ғана шектелген фи аксарил хаули жылдың көп уақытында жайылыммен ғана қырда жайылумен ғана шектелген малды сайма деп атаймыз. Жайылымда сөт үшін немесе көбейсін деген мақсатта, кейбір кітаптарда семірсін деген мақсатта деп айтылады. Осындай мақсаттарда жылдың көп уақытын қырда бағылған, жайылымда бағылған малды осы сайма дейді екенбіз. Ал енді жылдың көп уақытын үйде, қорада жем шөп беріліп бағылған малды ол сайма деп аталмайды. Бұдан басқа міну үшін немесе жүк тасу үшін, ет үшін, сату үшін қырда өткізген малдарға да зекет керек емес. Уәлә фис-сигари және жас малдардан зекет алынбайды. Сайма үкімінде болса да, бір жасқа толмаған малдар үшін зекет бермейді. Мысалы, қозы, бұзау, бота, бұлардан зекет алынбайды. Бұлар қанша көп болса да, бұлардан зекет алынбайды. Илля табаан лил-кибар, бірақ үлкендерімен бірге есептелсе, ол басқа. Яғни осы жас малдардың әрбір түрінен егер бір жасар не одан жоғарғы жастағы мал болса, сол түрден, яғни қойдан, бота болса түйеден, бұзаулар болса сиырдан деген сияқты сол түрден, онда ол үлкен жастағы малға тән етіп, ол жас малды да зекетке есептейді екен. Мысалы, жылдың басынан жылдың соңына шейінгі аралықта бір қой 39 қозы болды делік. Ал енді жыл соңында бұлардан бір қой зекет алынады. 29 бұзау және бір сиыры бар адам бәрін қосқанда 30 болады. Ондай кезде әдеттегідей зекет есептеліп, бір жасар тана беріледі. Дердегі илля табаанил кибар дегендегі мағынасы сол. Ал енді арасында үлкен мал болмаса, яғни кілең қозылар болса, кілең бұзаулар болса, онда ол үшін зекет берілмейді. Ары қарай оқимыз. Уәлә фима я'малу жұмысқа қолданатын малдардан да зекет берілмейді. Мысалы, жер жырту, жүк тасу сияқты жұмысқа қолданатын малдар қанша көп болса да, және қырда жайылса да, олар үшін зекет берілмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде лайса фил мусирати садақатун жер жыртатын малға зекет жоқ. Жер жыртатын мал үшін зекет берілмейді деген. Және басқа бір хадисте лайса фил ауамили шайун дейді. Жұмысқа пайдаланатын малдарға да ештеме керек жоқ деген риуаяттар бар. Ары қарай оқимыз. Вал ваджибул васату зекет ретінде малдың орташасын береді. Яғни орташа дәрежедегі, орта күйдегі малды береді. Мысалы, 40 қойы бар кісі бір жасар қойы зекет ретінде беретін болса, ең жақсысын емес, және ең жаманын да емес, орташасын береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахаба Муазды Йемен жеріне жіберіп жатып, зекетке қатысты былай дейді: олардың малдарынан ең құндысын алма деп ескерткен. Арабша нұсқасында ияка ва караима амвалихим деп келеді. Осыған байланысты ғалымдарымыз мынандай тұжырым білдіреді кейбір ғұламалар: зекет ретінде жаңа туған еметін қозысы бар, не еметін бұзауы бар, яки ботасы бар, түйе алынбайды, зекет ретінде алынбайды. Сойымға әзірленген мал зекет ретінде берілмейді. Ішінде төлі бар мал зекет ретінде берілмейді. Сосын қойдың қошқары да зекет ретінде берілмейді деп айтқан, өйткені бұлар құнды малдар. Фа иллам юджад, ал енді орташасы табылмай жатса, яхузул амилу зекет жинаушы
заңды тұлға, яғни зекет жинауға тағайындалған кісі. Бұрынғы замандары зекет ол мемлекет тарапынан алынатын болған, байлардан алынып кедейлерге таратылатын болған. Оған арнайы зекет жинаушы кісілерді тағайындайтын болған. Мына жерде яхузул амилу дегендегі сол зекет жинаушы заңды тұлға әл-әдна, төмен күйдегі қойды алады. Яғни егер орташасы табылмай жатса, онда төмен күйдегі қойды алады. Бірақ ма'ал фадл, бірақ оған қосымша орташа малдың құнына сәйкестендіріп қосымша құнын төлетеді, яғни егесіне. Мысалы, ақсақ, тоқсақ, арық, бір қойлар ғана тұрса, онда ол қойлар зекет ретінде алғанымен оған қосымша орташа малға сәйкестендіріп артық құнын алады. Уәл-а'ля, немесе орташа малдың табылмай жатқан кезде орташа малдан құндырақ, артығырақ малды зекет ретінде алып, бірақ уайруддул фадла, артығын егесіне қайтарады. Мысалы, төлдеген малды зекет ретінде алса, онда оны орташа малдыға сәйкестендіріп, құнын есептеп, құнын шығарып, артық құнын егесіне қайтарып береді. Бұл зекет жинаушы арнайы тағайындалған кісіге қатысты айтылған дүние. Осы дәрісімізбен 4 түлік малға қатысты зекет үкімдері аяқталды. Келесі дәрісімізде алтын мен күмістің зекеті жайында сөз ететін боламыз. Вальхамдулиллахи роббил аламин.